Сәлем достар. Бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгін сіздермен таң твистермен бастағым келіп жатыр. Қазір сіздер бейнеролик көресіздер. Ол видеода сіздер қазір қайталап отырыңыздар, тапсырмаларды орындап отырыңыздар. Жай айтамыз, содан кейін тез айтамыз, содан кейін өте тез айтамыз. Қайталап отырыңыздар және де пауза қойып жазып алыңыздар. Здорово всем! В этом спецвыпуске мы попытаемся улучшить произношение, и поможет нам в этом группа System of a Down. Я слышал много английской речи за свою жизнь, и вот что я вам скажу. Лучше не знать грамматику, пунктуацию и иметь маленький словарный запас, чем неправильно произносить звуки и их сочетания. Nigga, 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 nigga. I'm 100% nigga. Nigga, 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 nigga. I'm 200% nigga. К примеру, прочитайте вот эти 3 английские буквы. Если вы прочитали их как И, Е, А, то у меня для вас плохие новости. Это буквы I, E, A. Так их произнесет любой англоговорящий человек, не задумываясь. Лучший способ улучшить свое произношение – это практика на скороговорках или песнях. Особенно если песня – это и есть скороговорка. Приступим. Нет смысла пытаться произнести это так же быстро, если вы не можете произнести это медленно, поэтому начинайте наращивать темп постепенно. Peters, Pecker, picked another pickle, bearing, pussy, pepper. 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 Why? Meeting John Dale, Jr. Wink tonight, pointing finger. Meeting John Dale, Jr. Wink tonight, pointing finger. Why? Meeting John at Dale's Jr. winked an eye and point a finger. Meeting John and Dale's Jr. winked an eye and point a finger. Meeting John and Dale Jr. wink an eye and point a finger. Meeting John and Dale Jr. wink an eye and point a finger. Why? A former cop, undercover discussion, now recover. Former cop, undercover discussion, now recover. Why? A former cop undercover just got shot, now recovered. A former cop undercover just got shot, now recovered. A former cop undercover just got shot, now recovered. Former cop undercover just got shot, now recovered. Why? Fighting crime with the partner Lois Lane, Jimmy Carter. Fighting crime with the partner Lois Lane, Jimmy Carter. Fighting crime with a partner, Lois Lane, Jimmy Carter. Fighting crime with a partner, Lois Lane, Jimmy Carter. Fighting crime with a partner, Lois Lane, Jimmy Carter. Fighting crime with a partner, Lois Lane, Jimmy Carter. Так просто, не правда ли? Не просто? Ну тогда начинайте с букв. Достар, жазып алсаңыздар тамаша, ары қарай жүреміз. Бүгін біз сіздермен уақыт айтуды және де аптаның күндерін, айлар, жылдар жайлы, сүйікті уақыттарыңыз жайлы сөйлесетін боламыз. Онда кеттік. Жалпы сағат айтқан кезде достар біз білеміз, қалай айту керек екенін. Қазір экранға сіздерге картинка шығарамын. Мұқият қарап, осыны жазып алсаңыздар болады. Дәлме-дәл суретін салып, әр жерге жазып қойсаңыздар болады. Бұл суретте сіздер көріп тұрсыздар, Сағат ровно қандай да бір уақыт болған кезде біз айтамыз. 6 o'clock. Сағат 6 болды. Ровно. 5 past 6. Сағат айтқан кезде, уақыт айтқан кезде біз кетті болған кезде past болады, қалған кезде to деп айтамыз. 5 минут кетті деп айтатын болсақ, бірінші уақыт минутасын айтамыз. 5 past 6. 10 past 6. Яғни 10 minutes деп айтудың қажеті жоқ. Ал егер 15 кететін болса, сіздер 15 кетті деп айтсаңыздар болады. Болмаса quarter past 6 мысалы, 6-дан 20 кетті. 20 past 6. 6-дан 25 кетті. 25 past 6. Ал егер 6:30 болды десек, айтамыз half past 6. Half дегеніміз жартысы, половина. Ал енді бізге 25 минут қалды 7-ге. Айтамыз 25 to 7. Ал егер 20 минут қалатын болса, 20 to 7. 15 минут қалатын болса, біз айтамыз quarter to 7. Ана жерде quarter past болатын болса, өткен кезде, бұл жерде қалған кезде quarter to 7. Ал егер 7-ге 10 минут қалатын болса, 10 to 7. Ал егер біз 5 минут қалды деп айтатын болсақ,
5 to 7. Ал егер ровно 7 болатын болса, қалай айтасыздар? Дұрыс, 7 o'clock. Және де достар, сағат айтудың ең қарапайым жолы, яғни қалай тұр, солай айтуға болады. Мысалы, мынаны қалай айтасыздар? 7:45, 7:45, 5:35, 5:35. 2-ден 10 кетті десе, болады 2:10. Яғни қалай тұр, солай айта берсеңіздер де болады. Сіздерге үй тапсырмасы, мына сандарды үйде жазып келесіздер, жазбаша түрде. Енді достар, егер сіздер айтатын болсаңыздар, мысалы күніге деп қалай айтасыздар? Every day. Ал егер апта сайын десе қалай айтасыздар? Every week. Енді егер ай сайын деп айтатын болсаңыздар, every month. Жыл сайын every year. Ал егер аптасына бір-ақ рет деп айтатын болсаңыздар, once a week. Аптасына 2 рет, twice a week. Ал аптасына 3 рет, 4 рет болатын болса, 3 times a week, 4 times a week, деп айтасыздар. Сіздерге тапсырма, осы сөздерге үйде мысал келтіріп келсеңіздер. Мысал келтіріп жібересіздер. Дәптерге жазасыздар, міндетті түрде суретке түсіріп жібересіздер. Ең қарапайым жолы осы. Енді достар, сіздердің кейбіреулеріңізді білесіздер, кейбіреулеріңіз білмейсіздер бәлкім. Айлар, бізде 12 ай бар, солардың барлығын жазып кетейікші. Бірінші айымыз бізде January, келесі айымыз February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Окей. Енді бірінші, екінші, үшінші, төртінші деп айту үшін сіздер бұлай айтасыздар. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th. Егер 20-шы деп айтатын болсаңыздар, 20th. 21-ші қайтадан болады 21st. 22-ші 22nd. 23-ші 23rd. Ал егер сіздер айтатын болсаңыздар 24-ші деп 24th. 30-ші 30th. 31-ші 31st. Достар, егер ауа райы өте ыстық болса, қалай айтасыздар? Hot. Тағы да қалай айтуға болады? Boiling. Boil қайнату, қайнап жатыр, өте ыстық. Егер сіздер айтатын болсаңыздар, суық деп айтайықшы бірінші. Cold. Өте суық. Very cold, да? Ал егер сіздер бұлтты деп айтатын болсаңыздар, cloudy. Cloudy. Егер жаңбыр жауып жатса, жаңбыр жауып жатыр. Raining. Немесе rainy. Окей. Қалай айтасыздар? Егер бізде туманный болса, туман болса, сіздер айтасыздар foggy. Foggy. Енді өте күн жақсы шығып тұр, бүгін күнді сіздер айтасыздар sunny. Sunny. Ал егер желді болатын болса, windy. Ал егер қар жауып тұратын болса, сіздер айтасыздар snowing. Snowy. Тамаша достар. Енді бізде айдың жалпы 4 мезгіл бар, Бірінші айымыз ол бізде spring, одан кейін summer, одан кейін autumn, одан кейін winter. Қыс, күз, жаз, көктем. Сіздерге үй тапсырмасы келесі сұрақтарға жауап беру. Жауаптарыңызды бір ғана сөйлеммен бітіре салмаңыздар, бәлкім 1-2 сөйлеммен әдемілеп жазсаңыздар болады. Бірінші сұрақ. What is your favorite time of day? Why? What is your favorite day of the week? Why? What is your favorite month? Why? What is your favorite season? Why? What is your favorite public holiday? Why? Сонымен достар, қараңыздар. Мен сіздерге қазір өзімдігін айтып беремін, сіздер мұқият тыңдасаңыздар болады. Мысалы, біріншісі, what is your favorite time of the day? My favorite time of the day, it's after 9 o'clock, 10 o'clock,
9-дан кейін 10-нан кейін менің сүйікті уақытым I can read, I can watch films, I can enjoy myself. Мен кино көрсем болады, оқысам болады, музыка тыңдасам болады, өзіме уақыт бере аламын. Яғни кешкі уақыт мен үшін сүйікті уақыт бір күннің ішінде. Why деген сұраққа жауап бердім, иә? Сіздер де осылай ашық түрде айтсаңыздар болады. Біреуге түскі уақыт, біреуге таңертең ұнайды, иә? Okay. What is your favorite day of the week? My favorite day of the week is Sunday. Sunday, воскресенье, жексенбі. Why? Because I like this day. I'm free, no work, and I can relax. I can enjoy myself. So I like Sunday. Sometimes Saturday also I like. Okay. What is your favorite month? My favorite month is, I don't know, maybe December, maybe February, because I like cold weather. But sometimes I like autumn. So September, these months I like because it's not so cold and it's not so hot. So I like this weather. Okay. What is your favorite season? So I can say it's autumn. It's autumn because everything is like golden and a little bit rainy, a little bit windy. You can enjoy the weather and you can relax. It's not so hot and it's not so cold. And what is my favorite public holiday? Сіздің сүйікті мейрамыңыз? Бұны жазбай қойсаңыздар да болады, өздеріңіз білсеңіздер болады. Окей, достар, барлық сіздерді жазып алыңыздар және де ұмытпаңыздар. Сіздердің басты мақсаттарыңыз ағылшын үйрену. Жан-жақты үйреніңіздер. Сіздерге мен қосымша материалдар, қосымша бейнероликтер, тексттер болмаса сөздер жіберіп жатырмын. Сіздер барлығын телеграмға жазып жүрсіздер деп ойлаймын. Еш ерінбей, достар, қосымша оқи беріңіздер. Және де бұл жай ғана ролик қой деп көріп жаба салмаңыздар, достар. Бұл сіздерге барынша дайындалып жатыр. Және де көп уақыт кетіп, мысалы дайындалады, монтажы бар, түсіріледі. Сондықтан, достар, бұны егер ұнаған болса, сабақ лайкты басып, комментарий жазып кетіңіздер. Басқалар көріп, мотивация алсын. Және де еш берілмеңіздер. Бір ай біздің оқуымыз әлі біткен жоқ, бірақ көбісі шаршап жатыр. Еш берілмеңіздер, достар. Оқыңыз. Okay, see you. Goodbye.